Сәлеметсіздер ме, құрметті 9-шы сынып оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қазақ әдебиеті пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім тарихи шындық пен көркемдік шешім бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Тапсырманы орындайық. Нысанбай жыраудың Кенесары Наурызбай шығармасында кездесетін үш кейіпкерді атап, байқалған басты құндылықтарды анықтаңыз. Кейіпкер кестені толтырыңыз. Шығарма кейіпкері Кенесары, кейіпкерлер өміріндегі құндылықтар және менің ойым. Шығарма кейіпкерлері бізде Кенесары, кейіпкерлердің өміріндегі құндылықтары бұл бізде ерлік, ұлтқа деген адалдық, менің ойым. Кенесары еркіндік пен халық бостандығы үшін күрескен тұлға. Ал екінші бұл Наурызбай, кейіпкерлер өміріндегі құндылықтары бұл ағасына деген адалдық, батырлық, менің ойым. Наурызбайдың Кенесарыға адалдығы мен ерлігі бауырмалдықтың көрінісі деп білемін. Үшінші кейіпкер бұл Нысанбай жырау. Ал кейіпкерлер өміріндегі құндылықтарға келесек, шыншылдық, ұлттық рух, менің ойым. Жырау халықтың арман мұратын жырлап тарихи шындықты жеткізеді. Келесі екінші тапсырма. Махамбет Өтемісұлының мен едім өлеңнің идеясын анықтаңыз. Ақын қолданған менің мағынасын ашыңыз деген. Өлеңнің идеясы Махамбет Өтемісұлының мен едім өлеңі арқылы ақынның өзіндік еркіндік сүйгіш рухын, батырлығын, қайсарлығын танытады. Ақын бұл туындысында мен ұғымын халық мүддесін көздеген күрескердің бейнесінде көрсетіп, өзінің қаһармандық болмысын сипаттайды. Мен әділдік пен еркіндік үшін күрескер, мен елін қорғайтын ер және ұлт мүддесін көздеген қайраткер, мен халықтың үні мен ұмтылыстың көрінісі. Келесі үшінші тапсырма. Махамбет өлеңдеріндегі ақынның замана деген көзқарасын анықтап, өлеңдеріндегі ортақ тақырыпты ой үндестігін табыңыз. Екі сөйлеммен түйін сөз жазыңыз деген. Мен едім Баймағамбет Сұлтанға айтқаны бағаналы терек. Бұл жерге енді жаза алмайтын болғандықтан төменге жазып кеткен болатынмын. Ортақ тақырыпқа сіздер жазасыздар. Махамбет Өтемісұлының өлеңдеріндегі ортақ тақырып әділетсіздікке қарсылық, батырлық рух, азаттық үшін күресе. Ал ой үндестігіне келетін болсақ, бізде Баймағамбет Сұлтанға айтқан өлеңінде ақын езгіге қарсы шыққан халықтың үні ретінде сөйлейді, әділетсіз билікке қарсылық білдіреді. Ал түйін сөзге келетін болсақ, еркіндікке ұмтылған рух. Бізде, құрметті оқушылар, осы дескриптор бойынша толықтай 10 балдың толық 10 балын алып өткен болатынбыз. Берілген критерий бойынша барлығын толықтай орындадық. Енді, құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда сіздерге арнап, жаңа БЖБ тапсырмаларын сіздерге арнап шығаратын боламыз. Сол себептен біздің еңбегімізді бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.